Олайтын дейтін себебі мыналардың да адам болғасын жерде қатты қиыншылықтар бар. Біреуінің күйеуі қайтыс болады, біреуінің баласы қайтыс болады, біреуінің үйінде қатты енді қиыншылық көп қой. Соның бәрін олар өздері күресіп осындай жетістікке жеткен екен. Соларын естігенде адам өзіне сабақ аласың да. Соның барлығын айтып отыруға енді қазір енді уақытта жоқ. Бірақ ең ішінде мына Жасұлан мен Жеңіскүл дегенді кішкене қысқаша айтып кетейін. Бұлар енді ақтөбелік жап-жас отбасылық жұп. Бұлардың мысалы үшін бұл қарапайым отбасы адамдар екен. Соны айтып кетейін. Мына Жасұлан деген өзінің бірінші өзінің өмірбаянын айтқанда кәдімгі қаланың ішіндегі маршрутка нелер бар ғой. Соның шофері екен. Сол өзін айтады, мен автобустың шоферімін дейді. Таңертең 5-те тұрамын дейді. Кешкегі 11-12-ге шейін өзін айтып қояды, қалтада семізші, қолда кола, залдағы автобусқа қанша халық мініп жатыр ғой. Соларменен айқай шу, сөйтіп өзінің өмірім сөйтіп өтіп жатты дейді. Бір күні мына кімнің жас келіншегі Жеңіскүлдің апасы осы Феберликке шақырады. Бұлар енді бірінші қарсы болады ғой. Сосын Жеңіскүлдің аяғы ауырады дейді. Сосын Жасұлан айтады, мен бұны кішкене ертең баламен отырғанда азда болса жаңа айтып отырғанда 200-300 мың ақша алса да мен бұған көмектесейін. Сосын қайтадан маршрутымен кетермін деп сөйтіп бастайды екен. Сосын маркетинг план тыңдаймын дейді. Тыңдаса, бір жаңа айтқанда бір келу алыпса да, масқантай адам барлығын үйіне керегін заттар жақсы дейді. Соны алсам, ой, директор болу оп-оңай екен ғой деп ойлайды. Келеді да өзінің айналасындағы тумаластары, енді қазақ болғасын тумаластарың нелерін көп қой, бұрын ғана жұмыстастары, соның бәріне барып айтады, мына жерде осындай. Енді ол ойымдағыдай болмай шықты дейді. Бәрі қарсы дейді. Қарсылық болғаны былай тұрсын, маған олар барлығы бір сектаға кіріп кеткендей, маған аянышты өзбен қарап бәрі қарсы болды дейді. Сосын бір күні шықтым да ойладым дейді. Бұл қалай болды? Мен бірақ дейді, мен енді өзім мақсат қылдым. Шегінетін жол жоқ дейді. Ой, мен жасайын деп жұмыс жасап кеттім дейді. Енді мына айналасындағы адамдар, олар бар сыртынан автобуста холодный контактымен жұмыс жасап кеттім дейді. Білең танымайтын адамдармен жұмыс жасап, бір жылдың ішінде артынан 6 директор шығарып, бриллиант болады. 2 жылда онда да қорғайды. Жақында кеше барғанда көрдіңізді, элитный директорды артынан 9 директор шығарып, 2.500.000 чекті алады. Оның барлығын ол оңай жолменен жеткен жоқ, жаңа қиыншылық, кедергі, бар қарсылықтарменен күресудің арқасында соған жетіп отыр. Сол жаңа чекті алғанда былайда өзінің ауылында Ақтөбеде оны құттықтау кеші болады. Сонда ойлар айтады, білем, жаңа өзінің қарсы болған, бірде остановкада тұрғандағысын айтып кетеді. Енді остановкада тұрын дейді, бұрынғы жұмыстас шоферлары өтіп барады ғой. Ей, Жасұлан, саған не болып кетті деп айтады дейді. Не жүрсті? Не жүрсті дейді енді. Енді айналасында сөйтіп чек беретін жаңа құттықтау кешіне өзінің ауылындағы мана қарсы болғандардың бәрін билет алып, бәрін шақырдым дейді. Бірінші, екінші орынның бәріне шақырып, жаңа 2.500.000 чекті алып тұрып, жаңа көрсеттім дейді. 2 жылда. Енді мысалы шынына келді. Мұнда бізде Ақтаудан көріп жүрсіңіздер, 5 жыл, 6 жыл, 7 жыл дегенде мысалы үшін шығып отыр, бриллиантқа жетіп отыр. Олар 2 жылдың ішінде элит. Ол кәдімгіде өзі бала шағасы бар еще. Кішкентай бала мен келіншегі айтып отырмын, жаңа аяғы ауыр болып, кішкентай бөпелері бар. Соның өзінде ол үшін адам жаңа осыларды бұрыннан да барады да, мына Жеңіскүлді бұрын. Қай жерде мысалы үшін конференция нелер болса, қалмайды. Сол сабаққа барғанның арқасы деп өзім ойлаймын. Ең бірінші адам өзіне шынымен сеніп, жұмыс тану керек те, өзімен өзі жұмыс тану керек сонда. Енді жаңа әр адамның тарихы бар деді ғой, енді оғып тұрғыз болса да, мен өзімнің кішкене қысқаша өмірбаянымды айтып кетейін енді. Мен өзім бұрын жұмыста жасап жүргенде, мына сетевой бизнес дегенде ақша бар екендігінің хабарым жоқ. Тек білем әйтеуір мына Темеш Феберликке тіркелген, бірақ мен оны алып сатып жүрген адам деп ойлаймын да, жаңа айтамын ғой, біз сатып білмейміз деген сияқты. Жоқ, тыңдамаймыз ғой біз. Жоқ, керек емес деп тыңдамаймыз ба ешкімнің айтқан сөзін. Неге десең, мен сол жүрген адамдарға жыным келетін еді, не затына шақырады бұны деді да, мысалы үшін бармақты бөледі. Сосын енді мен жаңа жұмыста жүргенде традиционный бизнес магазинде бір көп пайда бар сияқты магазин аштым. 26-31-де Меруерт деген магазин, бірінші этаж, тамақ дүкенінде.
сол жерде жүргенде сосын бір күні мына көпірліктің заттарын алып сату үшін тіркелдік шындыққа келгенде барып аламыз сатамыз ішінде заттарын қолданбаймыз жаңа мына порошокты ол уақытта 4 коробка деді ғой не зат екенін біз магазинде затты ешкімге таныстырмаймыз ғой аламыз үстіне азғантай пайда көріп сатып жібере береміз ол қайдан шығып жатыр ештеңесін білмейміз ғой 4-3 дана көк зат бітіп қалыпты соны алу керек еді деп қоямын сосын ана дақ кетіретінді айтамын ана пластмастағы ақ зат бітіп қалыпты енді соны алу керек деймін да неге десең біз традиционный несі ғой мысалы үшін алдық үстіне 1-2 теңге қойып сатып жатырмыз сосын жайлап біреулер тіркеліпті ол мына гүлшаттың жоғары нелері бір күн бардым 20 мың теңгеге заказ беріп іңкәрға офиске бардым мен ақшаны төлейін десем іңкәр айтады 11 мың счетыңда тұр 10 мың төлей ғой дейді мынау аяқтың ақшасы мен неге десең алдында тыңдаған жоқпын маркетинг план бұнда ақша бар екендігін іңкәрға айтамын аяқтың ақшасы деймін өзім бір жағынан 11 мың деген көп ақша ғой былай қарасаң сосын іңкәр айтты енді азғантай адам тіркесең енді сен қолма-қол ақша аласың дейді қолма-қол ақша аласың дегенге қуанасың ғой мен адам жоқ деп жүрген адам мен бір азғантай адамды тез сол алды тіркеп тастадым да 30-40 мыңға жақын ақша алып бастадым бірақ онымен сабаққа азаққа көп бармаймын бірақ адамды тіркеймін адам тіркегенге ақша аласың дегенге тіркеймін адамдардың жартысы кетіп жатыр неге десең мен оларға ештеңе түсіндірмеймін ғой тек заказ берің деймін олар да товарды түсінбейді 1-2 каталогтан кейін заттар толып қалады да кете береді 1-2 жыл жүрдім сосын бір күн енді сабаққа аздап барам аздап ақшаны көргеннен кейін қызығасың ғой кейде осындай жерлерге барам бұл уақыттарда менде жұмабаева тәрбие ханым мына бүткіл Қазақстан бойынша бірінші бриллиант деген естуім бар олар енді алып отыр миллионға жақын ақша сосын барып сұрадым бір күні жеке өзіне сабақтан кейін сіз алып отырсыңыз а мен болсам ала алмаймын о не үшін деп сөйлеймін оны да маған кішкене не берді түсіне алмадым да сосын айтты сен де деп 50 балл жасайсың адам шақырасың деді бірақ сенде оқу мен оқыту жоқ деді егер оқу мен оқыту жоқ оны оқу мен оқытуың болмаса сен жоғары қарай көтере алмайсың деді сосын енді мен енді түсінсем түсінбесем де сабақтан қалмаймын интернетте оқимын кітапты оқимын қалмаймын басында түсінбеймін түсінбесем де оқи беремін жаңа Салтанат айтамын ғой мен сөйлемейді деп мен де сөйлемейтін едім барам да осындай ана жерге барып отырамын шығып кетемін ештеңе түсінбеймін тек ұялып сабаққа кел десе мен ұят болып барайын уақытында кейін алдында барам дегенге сабаққа бару керек деймін онда магазиніміз бар 6 мен 7 уақытында сабақ жұмыстан келіп жаңа сауданың жүретін уақыты ғой енді магазинде тұратын адам жоқ болса да мен магазин тастасам да жауып тастаймын да магазин жаңа сабаққа барам сөйтіп жүріп кішкене 3-4 айдан кейін барып 19-ға сосын 2 айдан кейін 23%-ке шықтым сол оқуға барғаннан кейін ал енді барлықтарыңызға да сәттілік енді жоғары статустардан жаңағы жеңіс баспалдақтарынан көрінуіңізді тілеймін кешке шейін де сөйлеуге уақыт енді жаңа ойлағаным адам сабаққа барғаннан біз айтамыз ғой ұяламыз не айтамыз деп та қорқыныш сияқты а былай сабаққа барғаннан кейін енді сен ұялмай айтатын сөзің болғасын арқайын ұялмай айтасың бұрын біз сөйлей алмайтынбыз ұялатының да басылады екен айтатын сөз де шыға береді екен қорқыныштың басылатын себебі сен арқайын қандай зат болса да сен өзің жеңуге болатындығын біліп отырған жерде ештеңеден де қорықпайсың екен Алдан söz gezegin. Gülşat basın orta açtın şaş. Мен де Кенжеева Гүлшат сразу айта берейін жоқ сен Алматыда жүрсің иә Алматыда жүрмін осы маған ұнаған алдыңғы жыл бірінші рет бардым мен неге осы Алматыға ол кезде ресторанда отырып қонақ болып ресторанда қонаққа отырасың ғой сондай сияқты болып отырдық поздравление болып адамдар статусқа шыққан соны айтып жатырды ал осыда өзгеше болды осыда бірінші вечерде мына осындай непридуманная история бүткіл Қазақстанда мына шыққан лидерлердің ана өмірбаясын айтты да кім қалай жетістікке жетті сол тыңдағанда каждый нені тыңдағанда өзіңді көресің да олар айтып жатыр осындай қиыншылықтар өттік деп а мен соны ойланып жатырмын біреу баласы мана кішкентай болғанда шетінеп кетті біреуі там күйеуі қайтыс болды дегендей ғана айтты ғой
сол каждыйында историясы несі бар екен, қиыншылықпен өтті. Тек прям сразу барып директор болған жоқ ешкім. Бәрі сол жайлап біреу жылдам шықты, біреу жүріп шықты дегендей. Сонда да сол жерде мен оянып кеттім. Екінші күні неге бардық, уже интерконтиненталь деген үлкен осындай гостиница бар. Ол вообще андай күшті жерді, ішіне барғанда прям күшті интерьері, сондай әдемі, богатый интерьер. Қаншама адамдар келіп жатыр. Сол жерде сосын алдыңғы жыл мені көрген адамдар уже как будто постоянно көріп жүрген адам сияқты құшақтап, прям нетіп жатыр да, Гүлшат деп. Соған прям мына компанияға келгенде, оказывается, танымайтын адамдар уже туыс сияқты болып кетесің. Бірлеп көрсек те, уже келесіде уже неткім келе береді. Сол несі? Общение сол. Уже ана жерде осындай неде как ресторан сияқты болып отырған жоқпыз, неде отырдық. Фуршет болып, иә. Фуршет болып, бәрі билеп, сол жерде Айша мен Бекут пен Айша келді екеуі, сол жерде билеп, сосын испандықтар келді, тағы кім болды? Әйтеуір күшті болды осы да. Танец лебедей ма, әйтеуір басқа күшті программа вообще күшті болды. И сосын мынадардың бәрін кеше деген бәрін олардың нелерін естігендей, как будто өзінің бір тумаластан сияқты болып қалды да уже. Прям от и до, с рождения до сегодняшнего дня өзім өмірбаясын айтқасын. Сонда да мен осы жараман не алдым, жігер алдым, мотивация алдым. Бұрын деген, например, мен де осы компанияда уже 2 жылдан бері асып кеттім жүргеніме. Басында тоже бірінші уақытта, тіркелген уақытта тек сатумен жүрдім. Мен бұрын өзім Мереке компаниясында болдым. Ол жерде бізге үйретіп қойған бірінші мини-склад, өзіне аласын товарды, сол жерден сосын сатып жүре бересің деп. Мен соған үйретіп қалып. Bir күні мені Жолдасбаева Темеш ханым деген сол кезде менің директорым болып, сол звондап мені шақырды. Ол мені жазған жоқ. Танымайды. Мені, например, Али ападан кейін бір апа бар, ол қазір жасамайды. Одан кейін Саня апа, сол Саня апа, ол сол мені жазды, шақырды. Сонда деген, мен сенің директорым, осындай офиске бізде не болады, маркетинг план көрсетеміз, кел деп неткенге, мен қуанып кеттім. Потому что мен деген Мерекеде болғанда бізге маркетинг план вообще айтпайтын. Бізге тек сол мастер-класс көрсетеді, крем қалай жағады, кім қалай бетіне нету керек, соны үйретті, сатуымен үйретіп қойды бізді. Сосын мастер-класс, маркетинг план көрсетемін, тыңдайсың дегенде мен деген мәз болып қалдым да, білем ғой, мен өзім негізінде білем, что сетевой маркетингте ақша бар. Бірақ та ол сетевойға оның алдында Арифлеймға кірдім, ол сабағына барған жоқпын. Одан кейін Мерекеге бардым, ол жерде 5-6 жыл жүрдім. Енді мына жаққа келгенде мен сразу тек андай, ол кезде еще былай ғой Мерекеде. Бір какой-то определенный статусқа жеткеннен кейін сен адам тіркей аласың. А мында тек сразу мен уже бастадым, тек сатумен. Уже сразу шақырып алды мені. Гүлшатқа мен бірінші звондағанда бұл үкіметтің жұмысында жүр, қол тимеді бұл қызда. Ешқандай қол тимеді. Бір сондай бір мероприятие өтеді дегенде бұл қызда бір сондай не болды. Мен де барғым келеді. Мен де просто мен деген осындай маркетинг планда тек қанандай үлкен статусқа жеткен адамдар тек ести алады деп біліп жүрдім мен алдында. Сондай деп ойлап жүрдім. Ана жерге, оказывается, келген новичоктар ақша сразу табылатын деп мен деген жаман қуанып кеттім. Что осындай неге жасауға болады екен деп. Маркетинг план сразу маған ұнады, ой жасауға болады деп. Сосын жайлап енді адам тіркеп жатыр, нетіп жатыр, тоже адамдармен тіркегенде де әлі білмеймін ғой қалай сөйлесетінін. Кеше Алматыға мен өзімнің орныма жібердім Гүлшатты және. Соған айтып, рахмет сізге. Соған мен барып келіп, андай, просто мен айтатынмын, что адам тіркеп жатырмын, өзім сабаққа қатысып жатырмын. Сосын ана жұмысымда Ренессанста мен 10 жыл бухгалтериясында жасадым. Сол жұмысты қойып, офиске оператор болып жасадым. 2 жылдан бері жасап жатырмын. Но мен ана көп жұмыстан босай алмай, осыдан келіп Алматыдан бәрін тастадым да, мен жылдан осындай жетістікке жетіп келіп, просто мен мына жерде түсінгенім, одан да осындай қиыншылықпен өтіп, соны жеңіп, директорге шығып, ақша тауып жатыр. Сол менде де сондайға енді возможность бар деп соған нетіп жатыр. Жұмыстанып жатырмын. Мына жерде көріп тұрсыздар ғой.